Сәлеметсіңдер ме балалар? Сендермен бірге бүгін ұлттық бірыңғай тестке дайындық курсын бастаймыз. Алғашқы тақырыбымызға тоқталмас бұрын сендерге бір сұрақ қояйын. Қалай ойлайсыңдар, барлық жер бетіндегі тірі ағзалардың ортақ қасиеті неде? Әрине, әрқайсың әртүрлі жауап дайындаулары мүмкін. Біреулерің айтуы мүмкін көбею, даму, немесе қоректену, тынысау, тағы осы сияқты физиологиялық процестер ортақ деулері мүмкін. Сонымен қатар барлық тірі ағзаларға тән қасиеттің бірі ол жасушаның болуы. Алайда бұл сөзімен келіспейтіндерің де болуы мүмкін. Себебі жер бетінде жасушасыз тіршілік иелері де бар. Ол вирустар болып табылады. Ал қалған бактериялар, өсімдіктер, саңыраулақтар, жануарлар, оның ішінде сендер, яғни адамдар барлығы да ол жасушадан тұрады. Сонымен балалар, барлықтарыңа түсінікті болды деп ойлаймын. Бүгінгі тақырыбымыз жасуша. Сонымен қатар балалар, сендер жасушаның екі түрі бар екен, прокариоттар және эукариот жасушалары бар екен білесіңдер. Екеуінің басты айырмашылығы нағыз ядросының болуында. Эукариоттарда нағыз ядро қалыптасқан болса, прокариоттарда ядро қалыптаспаған. Прокариоттарда тек қана сақиналы ДНК цитоплазмада орналасса, ал эукариоттарда ядро толығымен органоид болып қалыптасқан. Біріншіден, эукариоттардың ядросына тоқталатын болсақ, олар қосмембраналы және ішінде ядро шырыны кариоплазма орналасады. Кариоплазма деген сөзді түсінбейтін болсаңдар, былай ажыратып қарасақ. Мысалға, цитоплазма дейміз. Цитоплазма дегеніміз жасушаның ішіндегі сұйықтық екен білесіңдер, яғни цитоз, жасуша, плазма, сұйықтық. Дәл солай кариоплазма деген кезде карион дегеніміз ядро, плазма деген сұйықтық. Демек, ядроның ішіндегі сұйықтық немесе ядро шырыны болып табылады. Жаңа айтып өткенде эукариоттарда қос орамды дезоксирибонуклеин қышқылы кездеседі. Ал ол ядроның қай бөлігінде кездеседі деп ойлайсыңдар? Дезоксирибонуклеин қышқылы ол бізде хромосомада орналасады. Және осы кезде айта кететін зат ол ядроның қызметі. Мысалға біз білеміз, ядроның қызметі тұқым қуалаушылық екенін. Ал сол тұқым қуалаушылық ақпарат қайда кездеседі? Әрине ДНК-да. Ал ДНК-ның барлық бөлігінде тұқым қуалаушы ақпарат кездескен бе? Қалай ойлайсыңдар? Әрине жоқ. ДНК-ның барлық жерінде тұқым қуалаушы ақпарат кездеспейді. Тек арнайы бір бөліктерінде кездеседі. Сол бөліктерді қалай атаймыз дейтін болсақ, онда ол ген деп аталады. Демек, ген дегеніміз тұқым қуалаушы ақпараттар сақталған ДНК-ның бір бөлігі. Сонда көріп тұрғандарыңыздай, бірінші ген ол ДНК-да орналасады, ДНК хромосомада орналасады, ал хромосома ядрода орналасады. Демек, ядроның қызметі тікелей генге байланысты. Балалар, осымен ядроның құрылысы сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, ары қарай жалғастырайық. Естеріңде болсын, жалпы жасушаның ішіндегі ең көп, ұсақ және ірілі болып кездесетін органоид ол бізде рибосома болып табылады. Және сонымен қатар рибосома ол прокариоттарда да, эукариоттарда да кездеседі. Рибосоманың жасуша үшін, жалпы тіршілік үшін маңызы неде деп ойлайсыңдар? Әрине, транскрипция, трансляция процестері естеріңде болар. Ол процестерге кейінгі сабақтарда тоқтала кетерміз, ал қазір рибосоманың нақты қызметін айтайық. Өздерің білетіндей, жер бетінде маңызды органикалық заттар олар нәруыздар, көмірсулар және майлар. Осының ішінде нәруыздар біздің ағзамыз үшін маңызды қызметтер атқарып отырады. Осы нәруыздардың биосинтезі тікелей рибосомада жүреді. Демек, рибосоманың қызметі нәруыздарды синтездеу болып табылады. Ал нәруыздар қайдан синтезделеді деп ойлайсыңдар? Әрине, амин қышқылдарынан. Алайда жер бетінде бүкіл амин қышқылдарынан біздің ағзамыздағы рибосомада нәруыздар синтезделеді деп айта алмаймыз. Себебі жер бетінде кездесетін 200-ден астам амин қышқылының тек қана 20 амин қышқылы ғана нәруыздарды синтездеуге қатысады. Неке балалар, осы жерде көріп отырғандарыңда прокариот және эукариот жасушасындағы ортақ органоид бізде рибосома екенін білдіңдер. Және тағы да бір ортақ қасиет оларда плазмалық мембрана және жасуша қабырғасының болуы. Бұл плазмалық мембрана мен жасуша қабырғасының ортақ қасиеті олар қорғаныштық қызмет атқарады. Осы айтылған рибосома органоиды бізде прокариоттарға да, эукариоттарға да ортақ болып табылады. Сонымен қатар прокариот жасушасында да, эукариот жасушасында да ортақ қасиеттің бірі ол плазмалық мембрана мен жасуша қабырғасының болуы. Плазмалық мембрана мен жасуша қабырғасының негізі қызметтері олар қорғаныштық болып табылады. Сонымен қатар зат алмасу қызметін атқарады.
Мысалы, көзімізге елестетейік, миллиардтаған жасушалар бар. Егер де олар бір-бірімен байланыссыз орналасса, онда зат алмасу процесі болады ма? Әрине болмайды. Ал сол зат алмасу процесі қызметін атқаратын бір-бірінен қорғап тұрған жасуша қабырғасы мен жасуша мембранасы болып табылады. Осы жерде ескертетін жайт, жасуша қабырғасы барлық таяқшаларда кездеседі деп ойламаңдар. Олар прокариоттарда кездеседі, алайда эукариоттардың ішінде саңырауқұлақтарда, өсімдіктерде кездеседі, бірақ та жануарларда кездеспейді. Мінекей балалар, қарап отырсақ, эукариоттардың өзіне жататын өсімдік болсын, саңырауқұлақ, жануар, адам, бұлардың жасушасының өзінде айырмашылықтары кездесіп отырады екен. Жаңа айтылған жасуша қабырғасы мысалға жануарларда, адамдарда кездеспейді дедік. Дәл солай пластид деген органоид бар, олар тек өсімдік жасушасына ғана тән. Олар саңырауқұлақта, жануарда, адамда кездеспейді. Олай болса, осы пластидтерге тоқталсақ, экранда көрсетілгендей пластидтің 3 түрі кездеседі екен. Олар хлоропласттар, хромопласттар және лейкопласттар. Үшеуінің айырмашылығы неде? Бұл сендерге төменгі класстан белгілі. Айырмашылықтары айқын көрініп тұр. Біріншіден, олардың айырмашылығы түстерінде. Мысалға, лейкопласттар түссіз немесе ақ түсті берсе, ал хлоропласттар олар жасыл түсті береді. Ал хромопласттар әртүрлі қызыл, қоңыр, сары секілді түстерді беріп отырады. Мысалға, өсімдікті көзімізге елестетейікші, қай бөлігі жасыл түсті, қай бөлігі түссіз немесе ақ түсті, ал қай бөлігі қызыл, қызғылт, қоңыр немесе сары түсті болып отырады. Дәл айтасыңдар, өсімдіктің жапырағы және сабағы жасыл түсті болып отырады. Демек, ол жерде қай пластид кездеседі? Әрине, хлоропласттар. Ал енді түссіз немесе ақ түсті болатыны күнделікті тамаққа пайдаланып жүрген сарымсақ немесе пияз. Олар ақ түсті болады, немесе өсімдіктің тамырлары, оларда ақ түсті болады. Ал хромопласттар ше, яғни қызыл, қоңыр немесе сары түстілерді қайда кездесеміз? Әрине, гүлде мысалға. Гүл мысалға қызыл түсті болуы мүмкін. Демек, ол жерде хромопласт бар деген сөз. Дәл солай, күздің күні жапырақтар сарғаяды. Демек, сарғайған жапырақтың құрамында да хромопласттар кездеседі деген сөз. Мінекей балалар, мен пластидті түсіндірген кезде мысалға өсімдікті алдым. Демек, пластидтер қайда кездеседі? Олар өсімдік жасушасында кездеседі. Алайда пластидтер жануарда, адамда және саңырауқұлақта кездеспейді. Бұл органоид түсінікті болса, келесі органоидқа көшейік. Мысалға балалар, сендер сабақ оқу үшін, не болмаса сыртта қыдыру үшін, тағда ойнау үшін, тағы басқа кез келген бір жұмыс жасау үшін энергия қажет. Дәл солай, жасушаға да энергия қажет. Біз энергияны дайын тамақтан аламыз. Солай ғой. Ал өсімдіктер фотосинтез процесі арқылы алатын сендерге белгілі. Ал жасушалар қайдан алады энергияны? Жасушалар органикалық заттарды өзіне алғаннан кейін оттегімен қоса отырып энергияны синтездеп алады. Ал ол энергияны синтезделу процесі қай органоидта жүретін еді? Әрине, митохондрияда жүреді. Оны кейде энергия станциясы деп айтатын себебіміз осыда. Ал энергия қандай молекула түрінде түзілуші еді? Әрине, АТФ, аденозин трифосфор қышқылы. Ал енді АТФ молекуласының құрылымына тоқталатын болсақ, аденозин трифосфор қышқылы деген кезде аденин дегеніміз азоттық негіз және 3 фосфор қышқылының қалдығы және сонымен қатар көмірсу рибозадан тұрады. Келесі органоид эндоплазмалық тор немесе ЭПТ деп белгіленіп жүреді. Эндоплазмалық тор өзі 2 бөліктен тұрады, тегіс және түйіршікті. Мына ұсынған суреттен көрсеңдер болады. Және де бір қызығы, осы эндоплазмалық тордың қызметі 2 түрлі болады, яғни құрылысына байланысты. Тегіс бөлігі бір қызмет, түйіршікті бөлігі бір қызмет атқарады. Балалар, сендерге бір сұрақ қойынша, алдында айтып өткендей, бір органоид бізде барлық жасушаларда кездеседі дедік. Және олардың сан мөлшері де өте көп дедік. Ол қандай органоид еді? Әрине, дұрыс айтасыңдар, рибосомалар. Осы рибосомалар эндоплазмалық тордың ішінде де кездеседі. Енді сұрақ, тегіс бөлігінде кездесе ме, әлде түйіршікті бөлігінде кездеседі ме? Өте қарапайым, түйіршікті бөлігінде. Демек, түйіршікті бөлігі қандай қызмет атқарады? Ол рибосомамен тікелей байланысты. Дұрыс айтасыңдар, олар нәруыз синтездейді. Себебі рибосоманың қызметі нәруыз синтездеу болған. Ал енді тегіс бөлігі қандай органикалық заттар синтездейді деп ойлайсыңдар?
Олар көмірсулар мен майларды синтездейді. Демек, эндоплазмалық тордың жалпы қызметі органикалық заттарды синтездеу екен. Демек, жасушаның ішінде органикалық заттар эндоплазмалық тордың ішінде синтезделетінін білдіңдер. Көмірсу мен майлар олар тегіс бөлігінде, ал нәруыздар түйіршікті бөлігінде, яғни рибосомаларда. Осы синтезделген органикалық заттар енді жасуша ішілік тасымалға түсуі қажет. Оларды тасымалдайтын кімдер деп ойлайсыңдар? Оларды тасымалдайтындар Гольджи жиынтығы деп аталады. Гольджи жиынтығының құрылысы қуыстар мен цистерна тәрізді түзілген мембраналардан тұрады. Ал сол мембраналардан мембрана көпіршіктер пайда болып отырады. Ал ол көпіршіктерден бізде лизосомалар түзіледі. Мұндағы лизосома ол да бір органоид болып табылады. Лизосомаға тоқталатын болсақ, лизис және сома деген сөзден шыққан. Лизис дегеніміз еріту, сома деген жасуша деген мағынаны білдіреді. Демек, олардың қызметі де осыған ұқсас деген сөз. Мұнандай қарапайым мысалмен түсіндірек. Мысалға, сендер тамақтандыңдар, тамақтарын қайда қорытылады? Әрине, ас қорыту жолында, оның ішінде асқазанда толығымен қорытылады және аш ішекте сіңетінін сендер жақсы білесіңдер. Ал оларды қорытып, ағзаға сіңдіру қызметін атқаратын қандай органикалық заттар еді? Әрине, ферменттер. Яғни дәл солай, жасушаның ішінде де органикалық заттарды қорытатын орта болады, ол лизосома болып табылады. Неге? Себебі лизосоманың ішінде де ферменттер кездеседі. Демек, лизосоманың қызметі жасуша ішіндегі ас қорыту қызметі болып табылады. Сондықтан да оны кейде ас қорыту станциясы деп атайды. Тағы бір органоид бар, ол бізде жасуша орталығы деп аталады. Кейде балалар жасуша орталығы мен ядроны шатастырып жатады. Екеуінің айырмашылығы не, соны ажыратып көрсетсек. Мысалға, ядро ол, сендер ойламаңдар, ядро жасушаның дәл ортасында орналасады емес. Олар мембранаға жақында орналасуы мүмкін, ортасында да орналасуы мүмкін, яғни ол кез келген жерінде жүруі мүмкін. Ал жасуша орталығы дәл жасушаның ортасында орналасады. Ал қалай ойлайсыңдар, ол неге жасуша ортасында орналасып тұр? Ол өйткені оның тікелей қызметіне байланысты. Сендерге митоз және миоз деген процесс таныс деп ойлаймын. Сол кезде жасуша теңде екіге бөлінеді дегенсіңдер. Демек, сол жасушаның теңде екіге бөлінуі тікелей жасуша орталығына байланысты. Жасуша орталығы естеріңде болсын, олар прокариоттар мен және өсімдіктерде кездеспейді, олар тек жануар жасушаларында кездесіп отырады. Келесі органоид тек өсімдік жасушасында, сонымен қатар саңырауқұлақ жасушасында ғана кездесетін вакуоль болып табылады. Ол жануар жасушасында кездеспейді. Оның қызметі осмостық қысымды реттеу, сонымен қатар зиянды заттар шығаруға және су мөлшерін реттеуге көмектеседі. Мінеки балалар, бүгін мен сендермен бірге прокариот және эукариот жасушасының құрылысына, олардың ұқсастықтарына, айырмашылықтарына және оның қызметтеріне тоқталдық. Келесі сабағымыз бізде ұлпаларға арналады. Ұлпа өздерің білетіндей ұқсас, яғни қызметі ұқсас және құрылысы ұқсас жасушалардың тобы болып саналады. Демек, келесі сабақта біз ұлпалар туралы толық мәлімет алатын боламыз.